кішігірім көмек болсын, иә, мен сумкамда бары осы екен. Рахмет, Алла разы болсын. Иә. Баланың әйтеуір памперсіне жолдасыңыз аяққа тұрғанша. Қалтамда бары осы екен енді. Как раз күйеуімде қойып келіп жатқан ғой. Дәрі-дәрмегіне кіліп ала алмай жатқан. Иә, бұл күндерде өтіп кетеді дейді. Балалар өседі ертең. Соным ақылдым менің. Жаңа қолын қалтасында 10 000 теңгені алып, жаңа үйге бере салдым ғой балаларына. Сөйт, ашақ деген соң сумкамды алдырып бергем ғой ақшасын жаңағы. Мен ақша беріп жатқанымды көріп, қайт сумкаға сап қойып жатыр ғой ақшаны. Ақылды. Оны да бере салдық, иә. Ол ақша, мынандай ақша. Кеше Ренатаны не қылдым ғой? Ана Алмастың баласын шығарып алуға апардым ғой. Сол кезде әркім Ренатаның қалтасына саған ол ақшаны. Баланы бос жібермейік деп. Ана $100 әділет берген маған, аман есен босанып ал деп. Сол сумкамда жүрген ғой. Беріп тұр да осы шақ. Вау, Рамина. Ұлтып берген мамаңызға құттықтаймын. Рахмет. Қызым қайда мен? Қызым ваннада. Саған. Рамин, сен не алғың келген еді? Не алғың келген еді? Қандай? Міне сенікі, міне. Рахмет. Әке, рахмет. Болсын, балам. Рахмет. Мен саған электросамокат заказ етіп, ертең әкеліп беремін. Вау. Бүгін дрон алып келдім. Құтты болсын. Рахмет. Пульт берді. Расултай, мә. Мен трактор Бергел. 12-де біздің үйден атсамыз. Привет, қызым. Көршілер біз көшіп кеткен күні Құран оқытатын шығар. 7 көрші қосылып, құрбандық шалып, 7 нан таратып. Біз жақта Шымкент жақта нан салма дейді. Байғамыр. Аты көп үшін бұл тамақтың. Жаратылысына әңгіме айтатын кімсіңдер? Мысалы, менің қолымда тұрған дүние болса, мен мұрнымды сүйір мұрын, бетімді Анджелина Джолидікі сияқты қып, қазақтың даласындай бетпақталағымай, көзімді, кірпігімді, ботаның кірпігінді етіп, қайқайтып, көзімді домаландырып алатын ем, мысал ретінде. Бірақ Алла бізді осылай жаратты. Болды. Алланың жаратқанына шүкір. Аллаға мың тәубе. Деніміз сау, 12 мүшеміз аман. Айшолпан қыз жылай берме. Несіне жылайсың, Құдай-ау? Әлі бойдақ болып, сәл сөйтіп жүрсің ғой, ертең Алла нәсіп етсе, бағың жанып, өмірлік серігін тауып, 2-3 бала өмірге келгеннен кейін, біз сияқты бетпақ боласың, Құдай қаласа. Десе, мә деп, алдыңнан келген сүзіп, артыңнан келген тебетін боласың. Ешқандай да жылама, ел не демейді, елдің аузына елек қойып болмайды. Айнан бургер заказ беріледі. Менің квартирамда айтқан, заказ беріп қойған, ол нәрсе маған айтылмайды. Мен мақұл енді. Тәуекел енді бір бургер үшін 40 шығарып кетпейін дейін да, бірақ бір түрлі болам, неге ескертілмеді екен? Итак, мен холодильнигімді көрсетіп тұрмын, қандай состояние деген ештеңемді тастап тұрған жоқпын. Неге одан самайын мені ондай тамаққа тоймайтын толық адамдарды сондай бургер жеп, даже осындай реалити шоу келе жатқанда бір шыдамай бургер заказ берген адамдай көрсеткілер келген түсінбедім. Мен итак жасырып тұрған жоқпын, осындай кола ішетінді, бір нәрсемен питаться ететіндерді. Хорошо деймін да, конфликт шығармай қойын, көне салайын, ештеңе етпес деймін да. Барып келе саламын, алып келемін өзім. Келгеннен кейін шығарам сырт ішінен, сөйтіп 1-2 френчик көрсете салам неге. Сол кезде ана қыздар маған қазір шыдаңызшы Айшолпан деп бір мен шыдамай жатқандар өздері заказ берген бургерді. Қазір мен бір сұрақ қоямын, сосын бір форелден жеп тұрасыз иә деп сөйтіп. И каждый раз продюсердің өйтіп айт, дөрекі айт, қатты айт, болмайды деп айт деп сөйтіп айтып тұрғандары мен ана жерде 6 адамның маған бір жабылғанындай сезіндім.
сол жерден бәрі басталады ғой. Мен ішімде біртүрлі бір сезім пайда болады. Енді менше мүмкін сондай сіздерге образды көрсеткен шығармын. Мен TikTokта, Instagramда өз-өзіме қалжыңдайтын шығармын. Өзімнің басыма өткен ситуацияларды солайынан айтып беретін шығармын. Бірақ ол біреудің маған ондай отношение жасауға болады деген сөз емес. Мен сіздің әзіліңізге күліп отқаным, маған ондай әзілді лақтыруға болады деген сөз емес. Мен егер сіздерден ондай отношение болмайды маған деп айтсам, мені не болып қалды сонша, көтере алмай қалдың ба деп маған күлетін нәрсе емес негізі. Солайынан болды, сол зат келді, сол жерден менің ішімде біртүрлі бір сезім пайда болды. Мен өзімді жалдап қойған сайық-мазақтай сезіндім, шын айтайын. Иә, мен киноға түскен шығар, маған сондай прикол айтатын, бірақ ол жерде барлығы келісіледі. Актер менен бір рет кешірім сұрап, содан кейін сол нәрсені айтады, осылай сценарий жазылыпты деп. Мен оған қол қоям, мен айтам, келісем деп. Содан кейін кино түсіріледі. Бірақ мына жерде мен неге олай жасадыңыздар деп бір ауыз сөйлеген кезімде дәдіп бетіме қарауға лайықты болмай, просто біз солай шештік, сізге үлгеріп айтып үлгермедік. Айтайын десем көзім бар, айтпайын десем сөзім бар. Айтсам тілім күйеді, айтпасам ділім күйеді. Әй, мына жаз шықпай жатыр екен, блогерлер шетелге шықпай жатыр екен. Ана бассейнге, теңізге шомылуға бармай жатыр екен ғой. Әй, бір әдемі сүйкімді нәрсені көргенде көз сүйсініп, ойырмай деп қаласың ғой. Аяқтарың селюлит. Ана іштеген купальниктің сыртына шығып тұр, ашыған қамыр сияқты. Аюдай жиған майын төске алып, мынаны бит көтеріп қояды. Тақанса. Яп, сондай түйенің жартетіндей болған фотоларын сала бересіңдер Инстаграмға купальникпен. Іш қайсысында андай бір қайнаға, қайната, әке, шеше, іні, бауыр жоқ па, ертең көргенде, әй, қой ұят болады дейтін. Бәрін жетімсіңдер ма, шеттеріңмен. Қыз болса мейлі ғой, жарасады, әй, қыз күнде жүріп қалсын, байға тигенген қояды дейтін. Алдының 2 баласы бар, артының 5-6 баласы бар.